үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Сіздерді топқа бөлу мақсатында және сабаққа мотивация тудыру мақсатында, сабаққа жаңағы психологиялық ахуал жасау мақсатында топқа бөлу рәсімін сүйікті ақын жазушыларымызды таңдау арқылы және сол ақын жазушының сабаққа қатысты ой пікірін айту арқылы топқа бөлінеміз. Және мына әр тұлғаның артында топтың номері жасырылған. Мен таңдаған ақыным Абай Құнанбаев. Тегінде адам баласы адам баласынан ғылым, ар, ұят деген нәрселермен озбақ. Одан басқа мен озам дегеннің барлығы ақымақтық деп айтқан болады. Жақсы. Мұхтар Әуезов таңдадым. Мұхтар Әуезов бізде ұлды тәрбиелесең, халықты тәрбиелейсің, қызды тәрбиелесең, ұлды тәрбиелейсің. Яғни тәрбие бағдарламасы бар. Және сіздердің топқа бөлініп беретін тапсырмаларына сәйкес топтардың атаулары бірінші топ білім шырағы, екінші топ тазалық нұры, үшінші топ жан әлемі, төртінші топтікі инновация жалыны деп аталады. Инновация жалын деп аталады. Топпен жұмыс істеудің ережелерін сіздер білесіздер, иә? Bir қарап шығыңыздар. Жеке бағалау парақтары арқылы жүзеге асады. Қазір сіздерге әрқайсыңыздың алдарыңызға критерий жазылған бағалау парақтарын бөліп беремін. Осы бағалау парағынан өздеріңіздің алып отырған балдарыңызды белгілейсіздер және сабақ соңында топтық бағалау жүзеге асады. Заманның қоятын талаптары мен сұраныстарына сәйкес, заман ағымына сәйкес педагогика ғылымы да дами түсті, әлі даму үстінде. Сондықтан да оқытудың, ұйымдастырудың формаларының да әртүрлі жолы болды, әртүрлі саналған түрлері болды. Мақсатында, тапсырмасы тексеру мақсатында әр топтан екеуден, үшеуден бөлініп шығып, қазір табиғи тізбек құрайтын боламыз. Бірінші ғасырдан басталған болатын, әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Бұл жерде жекелеп оқытуда мұғалім тек бір оқушыға ғана сабақ береді, яғни ол жерде мұғалімнің үйінде немесе мұғалімнің сабақ беруі немесе баланың үйінде оқытылады. Ал жекелеп оқытудан кейін қай түрі дамыды? Жекелеп топта оқыту бұл бізде белгілі бір сыныптағы оқушыларды алсақ болады. Ол кездегі балалардың деңгейіне, сол балалардың біліміне қарай жекелеп бір топқа бөліп, сол бағытта оқыту. Және де оларға ресурстар, тапсырмалар, және де бір-бірімен ұйымшылдықты үйреткен. Үшінші сыныптық сабақ жүйесі бұл енгізілген, яғни бұл оқушылардың жастарына және олардың білім деңгейіне қарай сыныптарға бөлінеді және сол бойынша оларға белгілі бір кесте беріледі және ол жерге мұғалімнің бағыттаушылығымен жүзеге асатын болады. Және бұның жалпы тарихы Яномус Каменский енгізген болатын. Бұны 1592 және 1670 жылдар аралығында осы ұлы дидактика үрдісін белгілеп кеткен болатын. Бұны атап тұрғандай, биылмен магистр яғни осы педагогтар, яғни бұл педагогтар 19 ғасырда осы биыл магистрден сұхбат шығарады. Яғни ол жерде жақсы оқитын оқушыларды монитор ретінде қарайды. Трамп жоспарын ақш профессоры Ллойд Трамп ойлап тапқан болатын, жасаған болатын. Яғни білікті мұғалімдер, профессорлар оқыты арқылы, ОТК арқылы 100-150 адамға дәріс өтеді. 100-150-ден астам адамға дәріс өтеді және сол дәрістен кейін 10-15 адам қалып сол дәрісті талқылайды, пікірталас өткізеді.
немесе бригадаларға бірігіп оқыту өзінің аты айтып тұрғандай бірлесіп, яғни топтап оқыту болып табылады. Жоспары, тәртіп жоспары дегеніміз бұл оқушылардың өз бетінше жұмыс жасауына негізделген дара және күрделі оқыту жүйесі болып есептеледі. Бұл 20-шы ғасырдың басында Германиядан басталған, яғни бұл баланы бас, жүрек, қол арқылы оқыту әдісіне салған. Сыныптық сабақ жүйесінің кемшілігі қалыңыз. Дәл тұр. Sınıfta kuramı mektep bitirgençe özgermeydi. Okul prosesi özara байланысты бірінің соңынан бірі келіп отыратын сабақ түрінде жүреді. Сынып жылдық жоспар, бағдарлама тұрақты сабақ кестесі бойынша жұмыс істейді. Балалар мектепке жылдың бір уақытында қабылданады. Жұмыстың негізгі түрі сабақ. Сабақ бір оқу пәнін тақырыпты түсіну үшін өткізіледі. Оқушылардың жұмысына мұғалім басшылық етеді. Ол оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейлерін анықтап, оларды жыл аяғында келесі сыныпқа көшіру туралы шешім. Біріншісі, оқушының жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі сабақ. Екінші жоспар, оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары. Үшінші жоспар, сабақта қолданылатын оқытудың әртүрлі формалары. Төртінші жоспар, сабаққа қойылатын сабақ жүйесінің мәні қандай болды? Жастары және дайындықтары бірдей балалар қабылданды. Сыныптың құрамы мектеп бітіргенше сол жылда бағалау үшін, қай сатыда тұрғанын білу үшін оны сабақ дегенді қалай айтуға болады? Сабақ бұл оқытуды ұйымдастырудың негізгі нысаны, негізгі формасы екенін білдік. Енді сабақ дегеніміз белгілі бір уақыт шеңберінде, яғни 45 минутта, немесе біздің колледжде 80 минутта, белгілі бір уақыт шеңберінде мұғалім мен оқушының арасындағы шығармашылық еттік. Осы жердегі бірнеше оқытудың формалары жойылып та кетті, немесе қазіргі уақытта сол сабақ үстінде орындалатын формаға айналды. Мысалы, оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары деген. Келесі, енді сабақтың үстінде, осы сабақ деген 45 минуттың үстінде пайдаланатын қандай оқытудың көрнекілік пен визуалды қолдану, сұрақ жауап және кері байланыс әдісі. Яғни әрқайсысын жеке-жеке айтып кетейік.
бірінші эмоциялық қызығушылықты тудыру. Яғни сабақ барысында сабақ бір сарынды өтпес үшін бізде эмоциялық қызығушылық тудыру әдістері қолданылады. Ол бірінші өз сабағымызбен байланыстыра келсек, ол дегеніміз сабақтың мәнін ашатын бір элемент болып саналады. Мысалы, біз жаңа тақырып бастайтын болсақ, жаңа тақырыпқа байланысты арнайы бір суреттерді шығарып келіп, оқушы сол суреттер арқылы, яғни бала ол жақта сабақ оқу барысында қысылып немесе өзіне ыңғайсыз отыруға болмайды. Керісінше өзіне ыңғайлы ортада отыру керек. Төртінші, табиғи жарық. Яғни бағана айтып кеткендей, табиғи жарық бізде сол жақтан түсіп тұруы қажет. Бесінші, парта оқушы бойына сай болуы керек. Тамақтандыру мен жемдендіру мектепке жасалынатын ылғалды жинау түрлері, сонымен қатар әрбір баланың болатын қол жуатын жер, сонымен қатар сабын секілді гигиеналық заттардың барлығының болуы, сонымен қатар қоңырау уақытында балалардың ауаны тазартуы, сыртқа шығуы, оның бәрі қарастырылады. Яғни сонымен қатар су режимі қосылады, температура режимі, балалардың жас ерекшелігіне таным деңгейіне сай беріледі. Әдіс сабақ мақсатына, мазмұнына және оқушы мүмкіндігіне сай таңдалады. Белсенді оқу әдістері жоғары нәтиже береді. Бірінші бізде С нақтылық, тұрақты тіркес пен көп мағыналы сөздерді ажырату, дұрыс қолдану. М өлшенетін, жазу нормасы арқылы бағалау. Қолжетімді жас ерекшелігіне сай жаттығулар мен тапсырмаларды орындау. және де үшіншісі бізде мадақтау және қолдау, яғни кішкентай жетістіктерді де мойындай отырып, балаға жарайсың, жақсы, мен саған сенгенмін, қолыңнан келетінін білгенмін деген секілді мадақтау сөздерін қолдану. Жақсы оқитын балаға күрделілік тапсырма, сабағы өзіне байланысты болса, онда тапсырма жеңіл ретінде бала түсінетіндей қылып беру. Жағдайда сабақ кезінде мұғалім жаңа тақырыпты түсіндіріп тұр. Бір оқушы, яғни оқушының сұрағына жауабына мен айтып кеткендей құрметпен қарап, Алуа 9, Аяна 8, Ақгүл 8, Балуса 9, Азира 8. Топтық жұмыс. Алдарыңызда бағалау парақтарын толтырыңыздар. Жеке бағалауды да, топтық бағалауды да мен бірге бағалайтын. Енді топтық бағалау бірінші білім шырағы, тазалық нұры, жаңылым, инновациялым. Сіздерде осындай топ отыр ғой, иә? Енді Ақгүл бірінші топта. Сіз, иә, барлық сабаққа барлық тапсырмаларға қатыстыңыз ба? Бүгінгі сабақта 4 жұмыс орындалды. Келіп, егер сіздерге сабақ түсінікті болса, сабақта бүгін сұрақтарыңыз болмаса, мынада келіп, 5-6 студент келіп бастаңыздар болады. Сабақ егер түсінікті, сабақты түсіндім десеңіздер, кәм сіздердің бағалау сұрақтары. Дәл осындай топтық құраммен бірінші топқа қазіргі заман сабаққа қойылатын талаптар тізбегін одан ары жалғастыру, яғни оқушы белсенділігін арттыру, интерактивті әдісті қолдану, ақпараттық технологияларды қолдану және оны ары қарай жалғастыру. Екінші топқа қазақ тілі сабағында қолданылатын топтық, жұптық тапсырмалар үлгілерін дайындау. Екінші топ. Үшінші топ сабақ пен факультатив сабақтардың байланысын анықтау.
4-ші топқа қазақ тілі пәні бойынша оқу саяхатының жоспарын құру. 2-ші топқа қазақ тілі сабағында қолданылатын топтық жұптық тапсырмалар үлгілерін дайындау.